Сәлем баршаңызға. Алдымен қазақ тілді арнамды қолдап маған тіркелсеңіз қуанамын, және де видео рецепт ұнаса лүпіл басыңыз. Мен бүгін осындай қытырлап тұратын қытырлақ круассан пісірдім. Осылай ыстық бестің шаймен немесе таңғы аста кофемен бірге жақсы үйлеседі. Олай болса, кәнекей бірге пісіріп көрейік, видеоны соңына дейін көріңіз. Таза ыдысқа жылы сүт құйып, су құйып, құрғақ ашытқы және де тұзын, қантын салып жақсылап араластырып, 15 минутқа бетін жауып апара жасаймыз. Яғни ашытқыны көтертіп аламыз. 15 минутта осылай көбігі шығып көтеріледі. Дайын болған ашытқыға тұтас бір жұмыртқаны және тағы бір жұмыртқаның ағын ғана қосамыз. Қалған сарысын пешке саларда булочка бетіне жағуға қалдырамыз. Және 2 ас қасық өсімдік майын қосып араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнды қосып, алдымен қасықпен, кейін қолымызбен икемге келтіріп круассан қамырын илейміз. Қыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті заттар, ингредиенттер видео астындағы описание бөлімінде және комментарийда жазып қалдырамын. Илеп дайындаған круассан қамырын бетін жауып, 30 немесе 35 минут көтеруге қоямыз. Міне 35 минутта демалған қамырымыз көтерілді. Видеода көрсетілгендей етіп ұн сеуіп алып 9 немесе 10 бөлікке бөліп аламыз. Бетін жауып, бір-біреуден оқтау көмегімен жайып алып отырамыз. Жайған кезде қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетпеу керек. Орташа қалыңдықта жаямыз. Және жабысып қалмау үшін жайған қамыр арасына ұн сеуіп, бетін жауып отыру керек. Немесе жабысып қалудан қорқсаңыз, бірден майын жағып отырып, қамырды жаюға болады. Мысал ретінде 9 бөліктің бір дөңгелек бөлік қамырын жайып алып, бірден май жағып кезекте келесі екінші дөңгелек қамырды жайып, алдыңғы қамыр бетіне орналастырып отыруға болады. Майдың да бөлме температурасында болғанымен қатты да және еріп кеткенде болмау керек. Майда орташа температурада болса жақсы. Майды видеода көрсетілгенде щеткамен немесе қасықпен, қолмен жағуға болады. Сізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Дегенмен қамыр бетін жауып отыруды ұмытпаңыз. Осылай бөліктерге бөлген қамырларды жайып, май жағып аламыз да, үлкен бір бөлік қамыр шығарып, оны да оқтаудың көмегімен жаямыз. Видеода көрсеттім, бұл жайған қамыр да орташа қалыңдықта болу керек. Пышақпен 3 бұрыш көлемде кесіп шығамыз. Видеода мен саусақпен көрсеткен жерде вареный сгущенка немесе ақ сгущенка қоссаңыз болады. Мен осы жолы ешнәрсе қоспай классика круассан жасадым. Видеода көрсетілгендей етіп, әрбір кестеген 3 бұрыш қамырды круассан етіп ораймыз. Менде 12 круассан булочка шықты. Осы кезде бағана алып қойған жұмыртқаның бір сарысын бетіне жағып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіріп көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге видеода Дариға. Қыздар, сіздерге осы видео рецепт ұнаса, лүпіл басып, менің қазақ тілді арнама тіркеліңіз.